Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз түрлі той жиындардан қалмайтын, дастархан сәнін келтіретін хорс, яғни чак-чак дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына үшін тамашалаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға жарып салып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып, оның үстіне 60 граммдай қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шым-шым 1 шай қасықтың ұшындай тұз саламыз. Барлығын араластырып болған соң, ұн мен разрыхительді жақсылап араластырып, сұйық массамызға ұнымызды бірден көп салмай, аз-аздан салып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илейміз. Қамырымызды 10 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, дөңгелек қылып, қатты қалың қылмай, жұқа қылмай, қамырымызды жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды оқтаймен орап, видеодағыдай формамызға келтіріп, кесіп аламыз. Дайын болған чак-чактарымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Не біздің чак-чактарымыз дайын болды. Көп уақытты алмайды, тез дайын болады. Мен сгущенкамен араластырып, үстіне шоколадты үкіштен өткізіп сәндедім. Қалауларыңызша сәндеуге болады. Қант ұнтағында сеуіп сәндеуге болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.